униформамды кие алмай жатырмын, мына жақта видео түсіріп қазір киемін. Халаттанбал деген. Бүгін біздің үйде Наурыз көже, мен түнімен жылап көзім ісіп, басым ауырып ұйықтап қалғанмын ғой, сонымен түске дейін ұйықтаппын ғой. Қыз бір жақта, өзім бір жақта. Түнде 3-4 еміз шығатын едім, оны да емізбегенмін ғой. Сонымен кеште тұрып енді ет салып жатырмын. Осы етті әбден қайнатамда сорпасынан алып жаңағы дәндерімізді қосып Наурыз көже болады, қалғаны астында қамырын елеп, қамырын салып аламыз, бешбармақ болады екінші тамақ общем. Әдетте осындай Наурызда сүрленген, тұздалған таппай кететін ек, біздің еттің бәрі сүр осы жылы. Енді қазысын салсақ болды. Шымкенттен арнайы рулет алғызғанбыз, анау жіппен оралып жүрген. Анамның үндігінің еті, Қызылорданың еті, Қарағандының еті общем. Шымкенттен келген сиырдың еті бар, аралас ассорти. Мынау бісміллә, ысталған қазы, енді 3 минут болсақ болды. Астына тез от жағу керек, көже келген. Ауырып, құлап, төсектен тұра алмай қалған кезде ғана осы кісі есіңізге түседі ғой. Арай ханым деп сөйлеймін, почему-то. Әке емес, не емес, білмеймін. Менің алдымда бұл кісінің жаңағы образы, жаңағы батыр әйелдің образы. Өйткені бұл кісіде болған диагноз менің анамда да болды. Сол уақытта мен анама қалай жаным ашыды, қалай мен ол кісіні қимадым, ол кісі қандай қиындықты өткізді. Соның орнында мен көз алдымда сізді елестеттім дәл солай. Солай менің алдымда сіз тұлға болып, Арай ханым болып, сол уақытта сіздің тани бастағаннан, алғашқы таныстықтан біз сізді қалай қабылдадым, дәл солай менің көз алдымда, менің санамда, менің жүрегімде дәл солай қалғансыз. Сыйлаймын, құрметтеймін, ерекше жақсы көрем. Жаңа апайымыз айтып жатыр ғой, мынау сен қып-қызыл еңбегің деп. Шынында да бұл сіздің маңдай теріңіз. Әр адамның әртүрлі энергиясы болады. Айналдырған 5-6 қыздар бір дастарханға сыймай отырмыз ғой. Сол сияқты отбасылық гәп құтты болсын, менің есімім Рыспала, ризығым мол болсын деп алып келдім. Менің есімім Әсел, әлемді араласын деп алып келдім. Менің есімім Гүлнұр, гүлдей жайнап жүрсін деп алып келдім. Менің есімім Гүлнұр, гармонияға толы өмір тілеймін. Менің есімім Мика, мәртебеңіз өсіп, мерейіңіз асқақталсын. Менің есімім Анеля, армандары орындалсын деп алып келдім. Менің есімім Наргиза, несібесі мол болсын деп алып келдім. Менің есімім Алуа, армандарына жете берсін. Келесі гәп біздікі енді. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, біз фальсафа бастаймыз. Жас пен жас қылжақтасса, ол әзілдің әңгімесі. Ал жасы келгенмен жас қыз қалжыңдасса, бұл әзілдің әңгімесі. Барлық еркекке 4 әйелдің тағдыры байланған. Біріншісі анасы, екіншісі адал жары, үшіншісі қарындасы, төртіншісі өзінің қызы. Ал көп еркек екіншіге серік қосқысы келеді. Адамның хайуаннан надандық айырмашылығы өзін өзі өлтіре алғандығында. Жұбайлық ақ төсегінде өмір бойы 2 қатын болып жатпау үшін өсек пен ғайбаттан алыстау еркек таңдау керек. Тамақты дәрі сияқты ішіңіз. Тамақты дәрі сияқты ішпесеңіз, дәріні тамақ сияқты ішуге тура келеді. Бүгінгі айтарымыз осы. Ертең тағы күтіңіздер және пікір қалдырыңыздар.
Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Біз фальсафа бастаймыз. Баяғыда қызық көп болатын, жағдай жоқ болатын. Қазір жағдай бар, қызық жоқ. Сендер білесіңдер ма? Ең жаман қатын өсекші, ғайбатшыл еркек. Ертеңгі келер ұрпақтың бүгінгі бабасы біз. Егер өткеніңнен өсиет алмасаң, келеріңе кесір тиеді. Бүркіттен сұрапты. Сіз өте биік ұшасыз. Қорықпайсыз ба құлап кетуден деп. Сөйтсе бүркіт айтады дейді. Мен не? Адам дейсің ба? Сәл көтерілсе, өзін жоғалтатын. Өмірде өтірік айтып қара бет болғанша, шындықты айтып жара бет болған мың есе артық. Сұлу сөздің нарқын, фальсафаның парқын білетін сүйікті көрермен амандықта. Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге біз фальсафа бастаймыз. Қазақта жесір әйелдің етегін жел көтереді. Жел көтермесе ел көтереді дейді. Ал көтерілген етекке көп қарайтын еркек желді кінәлайды. Егер сенің ауруың жаның әр сыздаған сайын Алланы есіңе салатын болса, онда ешқашан жақсы. Миы жоқ адамның тілі де жоқ болса, өмір керемет болады. Адам өзінен биік болған кезде ғана өзгеге кішіпейілдік таныта алады. Адам баласы өмірінде есімім елге мәлім болсын, атақты болайын деп атына, даңқым шықсын деп атына жұмыс жасайды. Ал соңында келгенде үш есіммен шығарып салады. Мәйіт, табыт, марқұм. Қымбатты көрермен, сізге қайсы фальсафа ұнады? Комментарийда қалдырамыз. Егер лайкқа лайықты болса, жүрекшені баса кет. Егер ұнамаса, досыңа жібер, соған ұнайтын шығар. Репост жасап қойыңыздар, репост.